Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақылды аң. Бүгінгі сабақта қасқыр туралы оқып білесің, сөздік қорыңды толықтырасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Үйір, жорыққа, шығу, қоректену, сырттан, жалғыз, із қалдыру. Жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы. Бос орынға жаңа сөздерді жаз. Оқушылар, іске сәт. Бос орынға қандай жаңа сөздерді жаздық? Бірге тексерейік. Қасқырлар жалғыз жүрмейді. Олар үйір болып жүреді. Қасқырдың сырттаны үйірді басқарады. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Суретке қара. Сұрақтарды көршіңмен талқыла. Сұрақтарға назар аударайық. Қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр деп ойлайсың? Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? Оның алдындағы 3 қасқыр неге бөлек келе жатыр? Оқушылар, ойланайық. Оқушылар, сұрақтарды көршілеріңмен қалай талқыладыңдар? Өздеріңнің болжам жауаптарыңды біз ұсынған болжам жауаппен салыстырып көріңдер. Қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр деп ойлайсың? Менің ойымша, қасқырлар үйірмен жүргенді жақсы көреді. Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Ең алдында қасқырдың сырттандары келе жатыр деп ойлаймын. Бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? Соңында келе жатқан жалғыз қасқыр күшті қасқыр деп ойлаймын. Оның алдындағы 3 қасқыр неге бөлек келе жатыр? Өйткені олар өздеріне сенімді, мықты қасқырлар деп ойлаймын. Оқушылар, осы сұрақтардың дұрыс жауабын келесі тапсырмадан білетін боламыз. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда және жүргізіп оқы. Өз болжамыңды тексер. Қасқырлар өте ақылды. Олар топтасып тіршілік етеді. Бірін-бірі қорғайды. Жорыққа шыққан кезде ең алда кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ең соңында қасқырдың сырттаны жалғыз болады. Ол топты бақылап жүреді. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы. Олар көбіне әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Үшінші тапсырма. Ә нұсқасы. Сөйлемдерді толықтыр. Оқушылар, тыңдаған мәтіндерің бойынша берілген сөйлемдерді қажетті сөздермен толықтырайық. Іске сәт. Сөйлемдерді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Ең алда келе жатқан үшеуі үйірдегі кәрі, ауру қасқырлар. Үшеуден кейінгі төрттік үйірдегі ең мықты қасқырлар.
Соңғы жақта келе жатқан бесеуі де күшті қасқырлар. Үйірдің ең соңында келе жатқан қасқырдың сырттаны. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. 4-ші тапсырма. Сұраққа жауап жаз. Қасқыр қандай аң? Оқушылар, ойланайық. Сұраққа қандай жауап жаздық? Бірге тексерейік. Қасқыр қандай аң? Қасқыр қауіпті, жабайы, пайдалы, ақылды аң. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті орындалды деп сенемін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Қасқыр туралы оқып білдің, сөздік қорыңды толықтырдың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 124-ші беттегі 5-ші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.